Сіздің бір кездері ойынды аяғына дейін өте алмаған кезіңіз болды ма? Тырысасыз, бірақ ештеңе шықпайды, солай емес пе? Қазір интернеттің бар болғаны қандай жақсы болды. Біреудің ойнап өткен немесе жүрген жолдарын көре салуға болады. Мүмкін ойынның соңын көріп алып, аяғына дейін ойынды ойнауға талпыныс болмауы да мүмкін. Бірақ бұрындары оны білу көптің арманы болады. Бейне ойынның соңын көру үшін ойынды аяғына дейін ойнау керек болды. Шыны керек, көбіміз ойындарымызды аяғына дейін жеткізбедік. Соңы енді көпшілігімізге жұмбақ болып қалып отыр. Бірақ біз бүгін осы құпияны ашып, барлығы білетін танымал ойындардың немен аяқталғаны туралы білетін боламыз. Технобар бастайды. Flappy Bird. Бұл Вьетнам дизайнері және әзірлеушісі Донг Нгуеннің жасаған қарапайым ойыншығы бірнеше апта ішінде әлемді ақылынан адастырды. Автордың айтуы бойынша бұл ойынды жасауға небәрі бірнеше күн кеткен. Айтпақшы, бұл басында Flap деп аталған. Бірақ өкінішке орай App Store'да мұндай атаумен ойын бар еді. Осы факттың арқасында жаңа атау пайда болды. Flappy Bird. Осылайша 2013 жылы 24 мамырда ойын App Store'да өзінің алғашқы дебютін жасады. Қазан айына дейін бұл ойынды ешкім білмеген еді. Бұдан кейін бірнәрсе түртті ме, әйтеуір бірден ойын вирустық болып шыға келді. Пайдаланушылар мемдер жасап өз реніштерін білдіріп жатты. Flappy Bird'ті өту мүмкін емес екені белгілі болды. Тіпті ойыншылардың бірі жарты сағат жұмсап 5 ұпай жинағанын айтады. Жалпы әсерді бір сөйлеммен келтіруге болады. Мен бұл ойынды жек көремін, бірақ тоқтай алар емес. Мұндай жағдайда Flappy Bird'тің соңына жету физикалық тұрғыдан да мүмкін емес көрінеді. Ешкімнің де оған жүйкесі жетпейді деп ойлаймыз. Соған қарамастан адамдар көп тырысып көрді, және біреудің қолынан келген секілді. Әрбір адамның ойнаған сияқты ойынның соңы адамның ашуымен аяқталады. 999 ұпай жинап, құс Марионмен кездеседі де ойын бітеді. Ойыншының қандай реніште болғанын елестете беріңіз. Pac-Man. Классикалық бейне ойындар дегенде бәрі бірден Pac-Man'ді еске алады. Бұл жапондық Namco компаниясының жасаған қарапайым ойыны. Ол 1980 жылы шыққан. Ойыншының міндеті Pac-Man'мен қуалайтын елестерден қашып, лабиринттегі барлық нүктелерді жеп шығу. Сол әрбір елестің өзіндік мінез құлқы үлгісі бар. Біраз уақыт олар Pac-Man'нен баяу қозғалып жүреді. Бірақ 21 деңгейге жеткенде ойын күрделене бастайды. Бірақ бұдан жеңіске жетуге бола ма? Жақсы, жарайды. Алайда нағыз табанды ойыншылар ойынның анық емес екенін айтады. Әзірлеушілердің пікірінше ойын аяқталмау керек. Себебі ойынның күрделене түсуі ары қарай жылжуға мүмкіндік бермейді. Бірақ олар бұл ойынның танымалдылығын бағаламаған секілді. Сондықтан кейбір ойыншылар ойынның 255 деңгейіне жеткен. Бұл бірнеше сағатқа созылған. Және 256 деңгейге жеткенде бағдарламаның қателері көріне бастайды. Олардың бар екенін әзірлеушілердің өзі байқамаған. Pac-Man'ді жақсы көретіндердің бірі Билл Митчелл болды. 1999 жылы 3 шілдеде Митчелл алғашқы керемет нәтиже көрсетті. Ол Pac-Man'ді 3.333.360 ұпай жинап, осылайша тарихқа енді. Бірақ 255 деңгейден не болады? 266 деңгейде лабиринттің сол жағы дұрыс көрінеді. Ал енді оң жағы түрлі түсті сандар мен әріптер және де қатесіз белгілердің жиынтығы шығады. Қысқасы толықтай шатасу. Алайда бұл деңгейден өтудің жолы бар. 256 деңгейден кейін ойын бірнеше деңгейге өтіп жалғасады. Бірақ бұрынғы жылдамдығы қала береді. Ал егер сіз оны да шең алсаңыз, онда ештеңе болмайды. Сізді жай мәзірге лақтырады да ойынды қайтадан бастауыңыз сұрайды. Және бұл ойлап табудағы ең өкінішті аяқталу сияқты. Battletoads. Battletoads'ты 8 биттік дәуірдің ең күрделі бейне ойындарының бірі деп жиі атайды. Ол көп адамның жүйкесін жұқарды. Тіпті кейбір геймпадтарын сындырған кездерде болды. Бұл басында нинзя тасбақалары ойындарына қарсылас болу үшін жасалған бейне болатын. Бірақ бұл жеке өзі тез танымал болды. 90-шы жылдары Battletoads'ты толық өтіп шығу батырлық немесе сенбейтін нәрсе болып көрінді. Тіпті мықты ойыншылардың өзі ойынның күрделі екенін айтады. Ал кейбірі оны зиянды дейді. Сонымен қоса күрделіліктің әртүрлі болуы теріс реакциялар да туғызды. Ойынды өту енді қиынның қиыны болды. Дегенмен ойын сөзсіз танымал болды. Сонымен ең жақсы ойыншылар мен жолы болғандарды бұл бақа оқиғасында не күтіп тұр екен?
Соңғы босс ретінде қара мұнараның төбесінде жауынгер бақалар қара патшайымға тап болады. Жеңіліске ұшырағаннан кейін бұл жауыз адам сияқты мұның соңы емес екенін айтады да дауыл сияқты айналып ғарышқа ұшып кетеді. Пимпл мен ханшайымның құтқарылуымен төртеуі құсқа оралып, ойын титрмен аяқталады. Контра. Көптеген басқа аркада ойындары сияқты Контраның сюжеті өте қарапайым болды. Ол жауыздықты жеңу. Бұл жолы олар ретінде бүкіл адамзатты жоймақ болған қызыл сұңқар болды. Ол жауыздарды өзге ғаламшарлықтар басқарады. Ал осыларға қарсы тұру үшін екі жауынгер, Ак Райзер мен Лэнс Бим болды. Олар базасын жойып, әлемді құтқару үшін аралға кіреді. Тереңірек үңіле отырып, кейіпкерлер террористерді ғана жою емес, сонымен қатар өзге ғаламнан келушілердің үйіндегі жүректі жою керек екенін де түсінеді. Ойынның соңғы көрінісі тікұшақтың ұшып бара жатып, аралдың түрлі түсті болып жарылуымен бітеді. Осыдан кейін экран бетіне жауыздар жойылды, жер құтқарылды, ал ойыншы болса өзін қаһарман деп санауға болады деген хабарлама шығады. Donkey Kong 1981 жылы Nintendo шығарған тағы бір аркада ойыны. Бұл платформалық ойындар жанрының ең алғашқы үлгілерінің бірі. Мұнда ойын процесі платформалардың қатары бойынша кейіпкерді кедергілер арқылы секіруге бағытталған. Бұл ойынның алғашында Jumpman деп аталған Марио ханымды қиын жағдайдан құтқару керек болды. Оны Паулина деп атады. Ол ханымға жету керек болатын. Бірақ жауыз ретінде Donkey Kong есімді алып маймыл болды. Батыр мен маймыл кейіннен Nintendo-ның ең танымал кейіпкерлерінің бірі болды. Donkey Kong аркада видео ойындарының алтын ғасырындағы маңызды жобалардың бірі. Сондай-ақ барлық кезеңде ең танымал аркада ойындары деп саналды. Және әзірлеушілер өздерінің қандай керемет туынды шығарғанын байқамаған сияқты. Өйткені Donkey Kongқа бірден 3 түрлі аяқталу ұсынылды. Біріншісі Марио маймылды тастап үстіндегі ханыммен қосылады. Екінші Марио маймылды өзіне тастап бірге өледі. Ал ханым жалғыз өзі жоғарыда қалады. Және үшінші, әрі ең қызығы секілді. Марио ханымды тастап, маймылмен қосылады. Жоқ, шынымен, екеуінің арасында тіпті жүрекше пайда болады. Соған қарағанда екеуі де біз секілді түсінбей қалған сияқты. Tetris. Ойыннан кейін жасаушылар оларға лайықты аяқталуды ойлап таппағаннан кейін Тетриспен басқаша болады деп күтпейсің. Бірақ шынымен ойында фигураларды жинау керек. Дегенмен ойынның түріне қарай бірден екі аяқталу нұсқасы бар. Бірінші ойыншыда жеңімпаздарды классикалық бейне ойын кейіпкерлерімен пиксельді ғибадатхана қарсы алады. Оның күмбезі кішкентай зымыран ретінде кадрдан тыс жерге ұшып кетеді. Соңының екінші нұсқасында ғибадатхана жағымсыз әуенмен түгелде ұшып кетеді. Одан кейін ойыншыға рекордтар кестесіне өз атын жазуын ұсынады. Art Swamp Gym. Бұл ерекше кеңістікпен байланысып, мутацияға ұшыраған супер қаһарман құрт. Толықтай сандырақ сияқты естіледі. Алайда бұл бейне ойындардың арасында ең көп ойналды. Енді ол ханшайымды құтқармаса не істейді? Әрине құтқарады. Бұдан басқа ол үнемі скафандрде иеленгісі келетін жауыздармен күресуге тура келеді. Бұл ойын Джимнің барлық жауларын жеңіп, ханшайымды құтқарумен аяқталады. Дегенмен ол Джимнің сезіміне қарамайды. Ойынның басында Джиммен бірге іске қосылған сиыр ұшып барып ханшайымды басып қалады. Ренжіген Джим кетіп қалады. Ал ханшайым сиырмен бірге лаваға құлайды. Дегенмен бірнеше секундтан кейін Джим қайта келіп, ханшайымның алтын тәжін алып кетеді. Шынымен де құр қайтпау керек қой. Duck Hunt. Егер сіз 90-шы жылдары өссеңіз, онда бұл ойынмен таныс шығарсыз. Ол керемет танымал болатын еді. 28 миллионнан астам дана ойын сатылды. Бұл Duck Hunt'ты сатылым бойынша NES-тегі екінші орынға шығарып отыр. Ойыншы шөптен ұшып шыққан үйректерге дәл тигізу керек болды. Сюжет бойынша аңшының атаусыз иті үйректерді үркітіп ұшыру керек. Нысанаға тигізу үшін 3 оқ берілді. 3 оқта дәл тиген кезде иті шөптен олжамен оралады. Ал егер тимесеңіз сізге күледі. Онымен қоса Nintendo-ның ресми журналы бұл өте көңілді итті бейне ойындардың ең қызықты сәттеріне жатқызды. Бірақ Duck Hunt-тың соңы қалай бітеді екен? Өте қызық аяқталатын сияқты. Өкінішке орай, бұрынғы бейне ойындары сияқты да Duck Hunt-тың аяқталуы мүмкін емес. 99-шы деңгейге жеткенде, деңгей 0-ге өзгереді де үйрек пат басталады.
Жоқ, шынымен үйректің нағыз жаңбыры. Оған тигізу мүмкін емес. Онымен қоса мына үнемі күле беретін ит. Жалпы сіз марапат не сыйлық ретінде күтетін нәрсе емес. T-Rex Game. Алдыңғы ойындардан айырмашылығы мұнымен әрбір Chrome қолданушысы кездесті. Міне сіз кез келген бетті ашқыңыз келеді. Және кенеттен интернет қосылу түсініксіз жағдаймен іске аспай қалады. Қалай болса да сіз желіге кіре алмай қаласыз. Соның орнына Chrome өзінің қарапайым ойынын ұсынады. Ол алға жүгіріп, кедергілерден қашу арқылы ұпай жинайтын пиксельді динозавр. Осының арқасында қосылуды күту әлде қайда қызық. Ең алғаш T-Rex 2014 жылы браузерде пайда болды. Және әрине қателіксіз болмады. Мысалы ескі Android құрылғыларында сұмдық қателіктер болды. Сондықтан жасаушылар қарапайым ойынды толық жазып алуға мүмкіндік берді. Алайда қазір бұл динозаврсыз Chrome'ды елестете алмаймыз. 2018 жылы бұл ойын әр ай сайын 270 миллион рет іске қосылған екен. Басшылар құрушыларға ойынын өшіруін сұрайды. Себебі мектеп оқушылар, тіпті үлкендердің өзі жұмыс істеудің орнына осы ойынға қызығады. Бірақ кез келген басқа ойындар сияқты T-Rex Game'нің соңы болу керек қой, рас емес пе? Динозавр тез қозғала бастайды, күн түнге ауысады. Және бұл мәңгі жалғаса бермейді ғой. Google Chrome инженері Эдвард Юнгтың айтуы бойынша, соңына дейін жету үшін 17 миллион жыл керек екен. Бірақ оған дейін біздің компьютеріміздегі пернетақтамыз шыдамайтын сияқты. Видеоны ұнаса лайк бас, және сізге қай ойынның соңы ұнады, комментарийге жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Көріскенше.